Ассаламалейкум, бизнес-план. Биогумус сатып айына 1 миллион теңге табу ай сайын. Немесе 10 миллион табу. Биогумус сатып. Бұл жерде біз тек қана биогумус сатуға назар аударып жатырмыз. Бұл жерде мысалға шылаушан сатып, жаңағы ақшаны есептеп жатқан жоқпыз. Демек, біз не істейміз? Мынау 150 мың теңгеге шұбалшан сатып аламыз. 1 метр квадрат шұбалшан сатып алдық. Осыны 10 квадратқа саламыз гөнге. 2 ай өтеді. 2 ай өткен кезде біз оны 5 есеге көп ауданға көбейтеміз. Демек, бұл 50 метр квадрат. 3 айдан соң бұны біз 10 есе көп ауданға көбейтеміз. Бұл 500 метр квадрат болады. Тағы да 3 ай күтеміз. 3 айдан соң бізде 500 метр квадрат шуалшанға толды. Демек, бізде арадан 8 ай өтті. 8 ай деген кезде бізде 500 квадрат шуалшан бар. Мысалға схема бар. Сатып алдық 1 квадрат. 2 айдан кейін 50 квадратқа саламыз. Тағы 3 айдан кейін оны 500 квадратқа саламыз. 3 ай күтеміз тағы. Ол 500 квадрат шылаушанға толды. Арада 2 ай, 3 ай, 5 болды. 8 айда бізде 500 квадрат шылаушан. Көрдіңіз ба? Бұлар қалай тез көбейеді? 1 метр сатып алдық квадрат. 8 айдан кейін бізде 500 квадрат шылаушан бар. 8 айдан соң біз тек қана 5 сантиметр қалыңдықта 10 күн сайын үстіне азық салып отырамыз. Демек, бірінші жылы біз, бірінші 8 ай дегеніміз запасымен алған кезде 500 квадрат жасап алдық. Ендігі жылы, арада бір жыл өтті ғой. Біз тек қана үстіне 5 сантиметр 10 күн сайын азық салып отырамыз. Мына схеманы қараңыздар. Азық 5 сантиметр, шуалшан мысалға 15 сантиметр, биогумус асты. Бұл жерде шуалшандар тығыздалып тұр ғой. Тығыздалып тұр. Енді бұлар уже көбеймейді. Бұлар тек қана ойы ішіп жеу болып қалады. Біз азық саламыз, олар со азықты жеп, астына тастай береді. Биогумус өңдіре береді. Арада мысалға тағы бір 8-9 ай өтті, мысалға 10 ай өтті, арада. Біз биогумустың қалыңдығы көбейе береді, мысалға. Жоғарлай береді, шуалшандар төбеге шыға береді. Енді мысалға қараймыз, қараңыздар. Биогумус 50 сантиметр болған кезде, биогумус высотасы. Біз оны жай-жай шуалшандарды аулап аламыз дағыны, басқа жерге көшіріп, осы биогумусты електен өткізіп, жай-жай електен өткізіп, бір жерге сақтай береміз. Олар тұрған сайын ол күшіне ене береді. Бізге негізгі клиенттер декабрь айында, сонда теплица егетін кісілер мысалға, оларға үлкен объемда не керек болады? Биогумус керек болады. Олар іздейді. Олар өткен жылы мысалға келді бір кісіге. Маған 800 метр квадрат метр куб не керек деді биогумус. Немесе 1000 екінші адам келді. 1000 кубометр биогумус керек деді. Ол кісі тауып бере алмады. Жаңағыдай даже 2 адамның потребностін жаңағы не қыламады, жеткізіп бере алмады. Ең мен деген жаңағы қазіргі таңдағы Вера фермер көкеміз жаңағы. Өзі де айтты, бір видеосы бар. Енді қараңыздар. 500 метр квадрат шұлаушаңды бізде өндіріп берді. Қалыңдықта 50 сантиметр қалыңдықта биогумус өндіріп берді. Бұл бізде 250 метр куб биогумус болды. Осыдан 50 метр кубты ап тастаймыз. Как мусор ретінде расход. Бірақ бұл мусор емес. Бұл как сеткадан өткен кезде жаңа шығатын шлак. Оны кейін өңделеді, оның несі бар. Бізде 200 метр куб биогумус, таза биогумус бізде бар. Енді қазіргі нарықта қарайтын болсақ, 1 куб биогумустың ақшасы 60 мың теңге. 60 мың теңге оптовый цена бұл. Оптовый цена 60 мың теңге. 200 метр куб биогумус көбейтеміз 60 мың теңге. Бұл болады 12 миллион теңге болады.
12 миллион теңге мысалға 12 айға бөлеміз, бұл 1 миллион теңге айына шаққан кезде таза пайда болады. Ал айына 10 миллион теңге шығу үшін біз алғашқы жылы 500 квадрат емес, біз 10 есе көп 5000 метр квадратқа жаю керекпіз алғашқы жылы. Жаңағыдай, бізде жаңағы запасымыз бар дедім ғой, жаңағы 8 ай, ар жағында тағы 4 ай. Сол уақытта бізде 5000 квадрат шылаушаңды бағып шығару керекпіз. Сонда бізде, демек, мынау жаңағы 10 есе көбет, маяқта 12 миллион емес, демек 120 миллион теңге пайда кіреді. Жаңағы 5000 метр квадраттан. Жарайды, бұл видео ұнаған болса, подписка жасаңыздар, лайк жасаңыздар, комментария жасаңыздар. Бұл жерде жаңағыдай біз тек биогумустан түсетін пайданы есептеп шығардық. Арасында мен де қызығам, мен де шуалшан баққым келеді деп жаңағы адамдар шығып жатса, сіз жаңағы бір шетінен жаңа шылаушандарды сата бересіздер 150 мың теңгеден 1 квадратын. Осымен видеоны тоқтатайық. Жаңағыда, егерде қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарияларыңыз болса, жаңағы жазыңыздар, осы посттың астына лайк басыңыздар, жауап береміз, сол жерде жауап береміз. Жаңағы кейін телефон номер қалдырып кетем, не қылса соған хабарласып, звондап, толыққанды тағы да сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Ендеше сау саламат болыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.